Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге өте керемет десерттің рецептімен бөлісетін боламын. Алдымен арнама тіркеліп қоңырауша басып қойыңыздар. Барлық рецепттің азық-түлігі описаниеде жазылады. Ең алдымен қантымызды және оған суды қосып, карамель дайындаймыз. Мен осындай бір қателік жасап алдым. Сіздер оны жасамаңыздар. Мен қант пен суды тез бір-біріне араластырып жібердім. Ол негізі өз-өзінен еруі қажет. Мен араластырып қойдым. Сәл кішкене қызып табамыз от қатайған кезде осылай араластыру қажет болады. Бірақ кейін ол кішкене қант болып қатайып кетуі мүмкін, бірақ оны тоқтатпаңыздар. Одан сәл кішкене қосып, қанттың ерігенін күтіп, шамалы араластырып отырыңыздар да, оны біз карамель дайындаймыз. Міне қарасаңыздар, менде кішкене қант болып қата бастады. Жаңағы қатқан карамелімізді қайттан кішкене отын қосып қыздырамыз да, қоңыр түске дейін қуырамыз. Және айта кететіні, күйіктің дәмі шығып кетпеу керек. Көп қоймаңыздар. Ысып тұрған карамелімізді ыдысымызға тез жағамыз. Мен лопатка қолдандым, бірақ қасықты да қолдануға болады. Осылай тез кебетін, қататын карамель. Соны сәл кішкене сыртқа қоя тұрасыздар. Егер ерімесе, кішкене бір-екі рет микроволновкада қыздырып алуға болады. Енді кезекте ақуызымызға кішкене шым-шым тұз салып, орташа деңгейдегі күшпен миксерлейміз. Біздің ақуызымыз кішкене көтеріліп, көпіршіктене басқан кезде аз қасықпен қантымызды аз-аздап қосып отырамыз. Және миксеріміздің күшін кішкене қатайтамыз. Міне біз ақуызымызды миксерлеп болдық. Өте жақсы миксерленген. Карамель салынған, жағылған ыдысымызды противенге қойып, ішіне барлық біздің жаңа ақуызымызды салып шығамыз. Ақуызды пешке салған кезде ол біршама көтеріледі, бірақ қорықпаңыздар, тасып кетпейді. Барлығын осы ыдысқа салып, тегістеп жағып шығамыз. Біздің пешіміз қызып жатқан кезде салынған ақуыз бар ыдысты астына қайнаған су құямыз. Және осы қалпында оны пешке саламыз. Міне біздің десертіміз дайын болды. Ішіндегі суды ақырын төгіп тастаймыз. Және ақуызға кішкене салқындауға уақыт береміз. Біздің ақуызымыз суыды, ақырындап үлкен ыдысқа оны біз аударып аламыз, асықпаймыз. Міне біздің барлық бағана жаққан карамеліміз ақуыздың сыртына жағылып тұр. Енді ақырын турап көреміз. Бұл менде булочкадан қалған ақуыздар, сарысын қолдандым. Енді ақуыздар ысырап қалмасын деп осындай десерт жасадым. Балалар да, үлкендер де өте жақсы жеді. Міндетті түрде жасап қойыңыздар, өте жеңіл. Карамель мен және ақуыздағы қант қатты білінбейді.